Армысыз, ардақты ағайын. Бүгінгі біздің шығарылымымыз қазақтың қабырғалы жазушысы Герольд Бельгерге арналады. Қазақтың қуанышы, менің қуанышым деп өткен қабырғалы қаламгер Герольд Бельгердің биыл туғанына 90 жыл толып отыр. Герольд Бельгер туралы әр қазақ менің жалғызым деген қағида бар ғой. Бұл Герольд Бельгерді көз ашық, көкірегі ояу, жанның, оның ішінде қазақтың білмейтіні кем деп есептеймін. Себебі Герольд Бельгер ол ұлты неміс өзінің. Ол сол 81 жасына қараған шағында сонда уақыт болды, 34 жыл туған ғой. Бұл жастайынан осы қазақ арасында 7 жасынан бастап осы қазақтың арасында өскен ғой. Өзі негізі мына этностық немістер дейміз ғой. Сол этностық немістер мынау Саратов облысында Ресейдің сонда дүниеге келген ғой. Сол 7 жасында немістерді жер аударған уақытта, сол уақытта Қазақстанға келген ғой. Солтүстік Қазақстанға келіп, сонда ата-анасы сонда орналасқан ғой. Шындығында өзі әкесі де мынау ұшқыштар несінде бөлімінде дәрігер болған, анасы өзінің өзі негізі парашютист болған өзі. Сондай семейден шыққан, бірақ сол жастайынан 7 жасынан келіп, қазақтың ортасында, қазақ мектебінде оқып, содан түгелдей сол қазақтың әдет ғұрпында, тілінде, салт дәстүрінде, бәрінде бір қазақтан кем емес меңгерген ғой. Кейін мынау Алматыда Абай педагогикалық институтын қазақтың соны аяқтаған филологиясын, орыс тілінің әдебиеті мен тілінің мұғалімі болып еңбек жолын бастаған. Кейін жазушылыққа, шығармашылыққа ауысқан ғой. Шындығында әрине ол кісінің енді шығармашылық жұмысына талдау жасау бұл жерде толықтай менің міндетіме кірмейді. Дей тұрғанменен сүйіп оқитын, әр уақытта сол ақыл иесі ретінде, ойлы зерделі адам ретінде, оның ішінде әсіресе ұлттың жанашыры ретінде кімді де селт еткізетін оның ойлары да сондай дәмді, көзқарасы да сондай. Біраз оның өзінің кезінде де біз оқып, бар жерден көріп риза болып жүретінбіз. Жалпы Бельгердің айтқан сөздері, жазған еңбектері, әрине жаңа айтып жатқандай ол аудармашы. Ол біздің қазақ классикасының мына кімдер, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, міне осылардың бәрін ол аударған ғой, орыс тіліне аударған. Бұның аудармашылық қасиеті өзі бірнеше еңбектер жазды. Анау не дейтін романы бар, мен ертеде көргенмін. Кезбедегі үй деген. Бұл мына неміс халқының, сол Германиядағы немістер емес, мына ТМД елдеріндегі немістердің жағдайын, этностық немістер дейміз ғой, солардың жағдайын, олардың жаңағы жай күйлерін, әсіресе көрген қиындықтарын. Мен есімде сол әкесінің ағасы туралы
сосын әкесі туралы, сосын өзі туралы сол осы үш кейіпкерді суреттейді. Өздерінің көрген, бастан көрген қиындықтарын суреттейді. Соғыс кезіндегі көрген қиындықтарын суреттейді. Сөйтіп келіп, олардың мынау тіл мәселесіне әкеліп, тілдің жоғалатындығы, ал тілі құрыса ұлттың құритындығын айта келіп, үлкен өзінің ойын білдіреді. Қазақ халқына да мен сондай жаным ашиды, осы өз тіліне мән бермей орыстанып кетуі, бұл өте алаңдататын, өте үлкен мәселе екендігіне, ол тұрақты осы көптеген түрлі өзінің ойлы шебер, терең, мазмұнды пікірлеріменен айтып отыратын, жазып отыратын, телевизорда да, осы газетте де көп болатын. Жалпы ол тілді осы меңгергендігі сондай, оның менің есімде осы қазақ тілі ең бір бай тіл. Бұның негізгі мына несінде, қорында 2 миллионның үстінде сөз бар дегені бір есімде қалып қойған еді. Ал басқа тілдерде, орыс тілдері болсын, басқа Европа елдерінің тілдері болсын, сол миллионға жетер-жетпес, миллионнан асар-аспас екендігін сонда салыстырмалы түрде бергені бар еді. Сондықтан да осындай бай тілді меңгермей, соған мақтан басқа бола ма, мысалы үшін? Өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді сүй дейді ғой. Сондықтан қазақ тілі жөнінде айтылған әңгімелері бұл кісі бір кезде кешегі сол 90-шы жылдардың ортасында, 94-95 жылдары ол депутат та болды, мәжілісте, жоғарғы парламентте депутат та болды сол уақытта. Оның да айтатыны бар, өзінің осы мен жалпы депутат болғым келген жоқ дейді. Бірақ жолдас Назарбаев маған соған болуымды неткеннен кейін, ұсынып талап еткеннен кейін мен болдым, шындығында мен болғым келген жоқ деп бір айтатын жерлері бар еді. Сондай жұмыстарды атқарды. Соның бәрінде де ол осы ұлттың мүддесіне, отаншылдыққа, патриотизмге үндеу. Жалпы айтатыны, қазақтың бұл ерлігі оның рухында жатыр дейді. Рухты тәрбиелеу, рухты, оны әр уақытта да, себебі рухани даму, материалдық даму менен қатар жүрсе ғана, сол уақытта да ұлтта, елде, халықта сәулеттеніп, дәулеттенетіндігі ешқандай күмән жоқ деп айтатын Белгердің сөздері бар бұрыннан өзінің. Біз оны енді оқып, сол бір ойымызда түйіп бір қалғанбыз сондай. Шын мәнінде де, себебі қазір біздерге мынау еліміз, егер қазақ елі қиямет дәуіріне дейін осы өмір сүрсін десек, біз өзіміздің тілімізді, дінімізді, ділімізді, мәдениетімізді, әдебиетімізді, тарихымызды ешқандай күмәнсіз жақсы білуіміз керек. Әсіресе бұны жастардың бойына сіңіру, жас ұрпаққа, себебі олардың алдында тұрған үлкен болашақ жаңа Қазақстанды құру, әділетті Қазақстанды құру, адал азаматты тәрбиелеу, адал еңбек, адал табысты қамтамасыз ету, бұл онсыз болмайды. Сондықтан руханият мәселесі, егер біз өркениетке қарай жүретін болсақ, әуелі сол жаңағы айтқан рухымызды, руханиятымызды нығайтуымыз керек. Осы бағытта көптеген жұмыстар жүргізуіміз керек деп есептеймін. Аға, енді қазақ жазушылары арасында Белгер шығармашылығы лайықты бағасын алды ма өзі? Өте орынды сұрақ. Белгердің шығармашылығы, оның жаңағы өзі неміс ұлтының өкілі бола тұрып, сол біздің Қазақстанда бір қазақтан кем емес, ұлтымыздың үшін, оның рухы үшін сонша еңбек сіңіргені, бұл
шын айтқанда үлкен ерлік, үлкен батылдық. Шын айтқанда әрбір қазақ егер сол белгірде өз ұлтына, өзінің жаңа рухани дамуына, отаншылдығына осындай еңбек сіңірсе, мысалы үшін не болмаса сол жолда іске асырса талай қызметтерді, онда сөз жоқ, біз әлде де көркейер едік. Енді белгірдің әрине оны тиісті үлкен ұлылардың белгір туралы жазған бірнеше пікірлері бар, өте жақсы ұлы адамдардың жазған. Бірақ белгірді мен өз немнен айтар едім, шаңырағымнан, әлі де оны зерттеу керек. Әрі де зерттеп, оның еңбектеріндегі, әсіресе жаңағы осы мәселелерде рухани жағымызда жазылған еңбектері бар. Тас өткел ғой деймін, тас өткел деген болды. Ауылдың шетіндегі үй деген бір еңбектері болды. Сондай жаңағы кезбе үй деген романы болды. Бірақ бұл ең алдымен аудармашы ғой. Жаңа айттым ғой, бірнеше аударманы аударады ғой. Ал аудармашы туралы бөлек айтуға болады ғой. Ол аудармашы деген ол бөлек үлкен мамандық қой, мысалы үшін. Енді әзіл айтуға да болады. Сондықтан белгірдің әрине айтылған ол туралы жоғары пікірлерге қоса, оның еңбектерін алға қарай тереңірек зерттеу мәселесі менің ойымша қажет етіп талап етіледі деп есептеймін. Осылай. Аға, енді белгір қазақ тілі мен әдебиетінде орны бар тұлға бойынша ойыңызды бөлсек. Герольд Карлович Бергер ол тек қана аудармашы емес, ол прозашы, ол журналист, ол жазушы. Оның жаңа бірнеше еңбектерін айтып кеттік. Сонымен бірге бұл Бергердің мысалы үшін бізде Абайды біз дәріптейміз. Абай да аудармашы ғой. Абайдың қанша аудармасы бар? Мысалы үшін мынау Лермонтовтан бар, Пушкиннен бар, Крыловтан бар, Гетеден бар. Мысалы үшін оның бірнеше аудармаларын қазақ тілінде аударған. Бірақ ол аударғанда Абай мысалы үшін бізде аударудың енді жолы көп қой. Әлгі жолма-жол аудару бар, мағынасымен аудару бар деген сияқты. Өзіңде бар мен көз көріп дейді, артылам деме өзгеден дейді. Күндестігін қоздырып, неге қалма, қапыға қалма езбеден дейді, мысалы үшін. Бұлай оқып отырсаң, екі тілде Абай ол өзіндік несін алады, өзіндік мазмұнын, бірақ негізі оның аудармасы. Сол сияқты Гетеден, Лермонтовтан алған жерлері көп қой, оларды айтуға болады әрине. Сондықтан белгірде ол енді ой адамы өзің түсінесіз, оның бәрі де жүректен шыққан. Ол ең алдыменен бұл жазушылардың әсіресе адамды тартатындығы, мысалы Белгірдің тартатындығы, немесе жаңа Абайдың тартатындығы, бұлар бәрі бер жағындағы сылдыр сөз емес, ол жүректен, тереңнен шығады. Ол ақыл жақсы ғой, ақыл дұрыс, ми дұрыс, бірақ жүрек одан да артық мәселе. Сондықтан да ол жүректен шықпаса, жүрекке жетпейді дейді ғой. Сондықтан да олардың аудармасы да әр уақытта өте терең, адамға жылы құйылататын, үлкен бір бағдар беретін, күш қуат беретін шығарма туындылар деп есептеймін. Аға, енді Герольд Бельгердің осы әлем жазушыларының арасындағы бағасы қандай өзі? Ол енді түсінікті сұрақ қой. Біріншіден Герольд Карлович Бергерге жететін, мысалы үшін мен оқушы ретінде өте жоғары бағалаймын өзім, жеке өз басым.
Себебі қандай жазушы алмақ, ол қазақ тілінде қазақтың ойын өте зерделігін терең нен жеткізіп, жүректен шығарып жеткізіп отырған жазушы. Әрине, мен ұлы жазушыларды сіз айтып отырсыз ғой, мен олардың қай-қайсысында кемсіткім келмейді, бірақ оның қай-қайсысы да менің ұлттық көзқарасым тұрғысынан, қазақы көзқарасым тұрғысынан, ұлттық құндылықтарым тұрғысынан, салт дәстүр әдет ғұрпым тұрғысынан Белгірге әрине тең келе қоймайды деп есептеймін өз басым. Себебі ол өзі неміс бола тұрып, сондай қазақтан артық қазақша жазу, ол енді қандай бағаға да лайық деп есептеймін. Жалпы шығармашылығы мойындалды ғой. Әлемде шығармашылығы мойындалды ғой. Әрине. Әлем әдебиетінде. Әрине, енді орны бар ғой, орны міндетті түрде. Орны бар, оны енді жаңа айтып тұрмын ғой, әлде де оны зерттейтін керек еңбектерін. Әлде де Герольд Бельгерді мен ойымша болашақ оны әлі талай біздер үлкен үлгіде етіп, өнеге етіп, тәрбиелік мәнін, тәлімдік мәнін біздің бір ұлтқа қосқан үлкен еңбегін тиісті жоғары бағаларын әлі алады деп сенемін мен. Бүгін бізде қонақта болған Атырау облысының құрметті азаматы профессор Бақтыбек Жұбандықұлы Таубаев болатын.